Қайырлы кеш, армысыздар. Кешкі әңгімеде баяндалып жатқан күні повестін ары қарай жалғастырамыз. Әлқисса ақпарат құралдары мен торап жұлдыздары жауапкер жаймашы Чэнзі оның да жалпы жағдайын түп-тұқиянына дейін қазып анықтап шықты. Жаймашы саудагер Чэнзі кедейлігі мен опырылмалы кәрістік жер бедерімен бүкіл елімізге таныс өлкенің шеткері бір кедей қыстағында туылған екен. Орта мектеп бітіргеннен кейін жоғарылап оқу емтиханынан көше алмай қалғандықтан үйінде қалып ағашшылық үйреніпті. Алғашында өз ауылында көп көрім ауқаты болыпты. Ағашшылықпен жұртқа түрлі үй жиһаздарын жасап беріп, сонымен жақсы күнкөрісін дамытқан екен. Кейін үйленеді. Үйленген соң алдымен бір қызды болады. Екінші бала алудың рұқсатын алмай тұрып, тағы да ұлды болады да жоспарлы туып саясаты жағынан оған айып салынады. Міне осы айып себебінен және үйдегі жан санының көбеюі себебінен оның тұрмыс ауыртпалығы арта түседі. Сондықтан өз ауылынан кетіп, оңтүстіктегі теңіз жағалауында қалаларға барып, заводтарда, ағашшылық және жиһаз жасайтын заводтарда ол жұмысшы болып жұмыс істейді. Тапқан кірісі әрине үйіне жіберіп отырады, ал ол кіріс өз үйінің қал жағдайын жақсартуға, балаларын оқытуға толық жетеді. Міне осылай 10 неше жыл бойы оңтүстіктегі қалаларда тентіреп жұмыс істейді, семьясын бағады. Алайда ұзақ уақыт бойы, жылдар бойы түрлі химиялық қоспалары бар сырмен, бояумен, ағаш желімдерімен және шаң тозаңмен бірге жұмыс істегендіктен біртіндеп оның басы айналатын, көзі қарауытатын, күш қуаты кетіп, денесі әлсірейтін болады. 40 жасқа келмей жатып, бүгілген бір кәрияға айналады. Семьясын бағуды мақсат еткен Чэнзі ауырып жүрсе де, әлсіреп жүрсе де, бүгіліп жүрсе де, алғашында оған көп мән бере бермейді. Кейін жұмыс үстінде жығылып қалғандықтан амалсыз дәрігерге барып көрінеді. Тексеріліп көрсе, ұзақ мерзімдік бензолға улану себебіне дене қуаты әлсіреп, ауруға душар болған екен. Мұндай ауруды түбегейлі сақайту мүмкін емес. Тек үнемі созылмалы ауру ретінде дауаланып, ауруды асқындырмай күтімге алу керек. Сондықтан әрине ең алдымен қызметтен кетеді. Өйткені бензолмен қатысы бар ағашшылық жұмыс істеуге енді болмай қалады. Ал өзін қызмет үстінде ауру таптым, яғни қызмет үстіндегі уланудан мен ауруға ұшырадым деп дауға салып, соттасып, заводтардан төлем алайын десе, ол осы 10 неше жылда 10 неше завод алмастырған екен. Ұқсамаған заводтарға барған, айлығы жоғары, жағдайы жақсы дегендей. Соңғы рет аурудан жығылған кезде істеген заводынан небәрі 2 ай уақыт болыпты. Ендеше қайсы заводтағы кезеңде уланғанын дәлелдеу өте қиын болды. Ең соңында соттасудан, төлем талап етуден амалсыз қалды. Ал соңғы істеген заводы адамгершілік көмек ретінде оған дауалану қаражатын берді және біраз үстеме қаражат берді де оны қызметтен шығарып салды. Ол қызметтен кеткендіктен семьясының жағдайы ауырлай түсті. Бұл кезде үлкен қызы орта мектептің 3-ші жылығында оқып жатқан болатын. Көз алда жоғары мектепке емтихан тапсыру керек. Алайда қызы әкесінің ауырып қалған жағдайын көргеннен кейін оқудан шегініп, әкесі тұрған оңтүстік қалаларға келіп жұмыс істеп, әкесін дауалатып, інісін оқытып, семьяның ауыр жүгін арқалай бастады. Бұл кезде кіші ұлы орта мектептің 1-ші жылдығында оқитын еді. Ол да әке мен оқымаймын, керегі жоқ, семьяның ауыртпалығын көтерейін, сіз біз үшін шаршадыңыз, ауырдыңыз, біз сізді бағамыз деп оқудан шегінбек болып еді. Оған Чэнзі көне қоймады. Сен ақымақ, неге оқудан шегінесің? Әкең мұнамен кезінде жақсы оқығаныммен жоғары мектепке көше алмағандықтан тағдырымды өзгерте алмадым. Басымды тау ұрсам да, тас құрсам да сені оқытам. Ақымақ болма, сөзсіз оқуға тиіссің деп айғайлап жүріп, ұлын жалғасты оқуға көндірді. Расында кезінде жаймашы саудагер Чэнзінің оқу нәтижесі ерекше жақсы болатын. Бүкіл қыстақтағылар, біздің қыстақтан бір бала жоғары мектепке көшсе, осы Чэнзі көшетін еді деп үміт күтіп жүрген еді. Алайда соңғы емтиханда нәтижесі өте төмен болды, жоғары мектепке көше алмай қалды. Сондықтан ол әке-шешесінің, ауылдастарының үмітін ақтай алмадым деп өзін ойлады, жаны салып жұмыс істеді. Балалары дүниеге келгеннен кейін ендігі үмітін балаларына артты. Қызына Даңғыл Имен, ұлына Самғау Ефей деген ат қойды. Ондағысы екеуі де жоғары мектепке көшсе екен, даңқымды, семьямның атақ абыройын өрлесе екен, биікке самғасы екен деген ниетінен туған еді.
Ал өзі ауырып қалғандықтан енді қызының жоғарылап оқуы, тағдырын өзгертуі, университетке түсуі мүмкін емес. Олай болса, ұлын енді оқудан қалдыруына болмайды. Оның үстіне ұлының үйрену нәтижесі де өте жақсы. Кезіндегі өзі сияқты аудандағы орта мектептің ағалап алдында жүр. Сондықтан мұндай зерек, алғыр, нәтижесі жақсы баланы тіпті де оқыту керек деп шешті. Сонымен ол ұлын оқыту үшін, бүкіл семьяны жақсы тұрмысқа жеткізу үшін, болашақта ұлының жоғары мектеп оқыған кезде иығы түспеу үшін, соған қаражат дайындау үшін 3 дөңгелекті велосипед сатып алды да, енді жаймашылық сауда істей бастады. Әйелі екеуі бірлікте істеді. Таңертең ерте топтап жеміс сататын базарға барып, түрлі жеміс сатып алады да, екеуі бөлініп екі жаққа кетіп, қаланың көшелерін аралап жүріп, үстіне азырақ ақша қосып, сол жемісті сатып, азырақ кіріс кіргізетін, сонымен сол кіріс арқылы ақша жинап, баласын оқытуға қаражат дайындамақ болған еді. Жаяу жалпылы жайма сауда дегенімен кірістері тәп-тәуір еді. Алайда мұндай жайма сауда істеудің өзіндік ерекшеліктері бар. Көзің қырағы болу керек, құлағың алыс еститін сақ болуың керек. Әрқандай кезде дереу қашып құтылатындай тездік болу керек сенде. Ал біздің Шинзоомыз ауру себебінен, көзінің көруі де, құлағының естуі де әлсіреген, оның үстіне дене қуаты әлсіреген. Сондықтан ол қала басқарушылар келіп қалғанда қашып үлгірмей үнемі ұсталып жататын. Бір рет ұсталса болды, бүкіл дүниесін мүсәдіралап алады. Сонымен бір ай істеген жұмыс селге кетеді. Бір айдың кірісі жоқ қатан деген сөз. Міне осылай бір жылдың ішінде Кинзо 3 рет ұсталған болса, ал әйелі бір рет қолға түспеген еді. Ал мұндай жайма саудаға ебім келмейді екен деп ойлаған Кинзо басқаны істейін деп басқа жұмыс қарастырып көріп еді, ондай жұмыстың реті болмады. Әйелі күңкілдеп ұрсып жүрсе де амалсыз тағы да үстіп жайма саудасын ары қарай жүргізе берді. Міне осылай бұл саудамен айналысқаны да 3 жыл болған болатын. Осылай жанын жалдап жүріп жұмыс істеп, енді міне ұлы жоғары мектепке емтихан беретін соңғы жылға келген кезінде жаңадан сатып алған 3 дөңгелекті велосипедті қолды болады. Бірнеше рет қала басқару тарауларына барып велосипедін сұрап еді, нәтиже болмайды. Үйіне қайтып келген соң әйелі тағы да сөйлейді. Сен ынжық, өлез, ақша тапқанның орнына жоғалтасың да жүресің. Сен еркекке қарағанда қатын менің өзім. Осы күнге дейін бір рет те қолға түскен жоқпын. Бар болғаныңнан жоқ болғаның артық еді сенің, деп айғайлап жатты. Міне осылай өзі әбден ашуланып, түрлі қысымға қиналып жүрген кезінде әйелінің чанчу сөзі себеп болды ма? Жұп-жуас, қой аузынан шөп алмас дейтін Кинзоомыз қала басқару қызметкерін пышақтап өлтірген ірі дело тудырып, қан құйлы қылмыскер болып шыға келді. Қылмыс алғаш әшкерленіп ол қолға түскен кезде қоғам қауіпсіздік тарауларына ешқандай сәйкескен жоқ. Қала басқару тарауларының барлығы дөрекі заң атқарады, оңбағандар халықпен санаспайды. Біреу емес бірнешеу өлу керек еді. Сонда ғана олар түзеледі деп қарсы айғайлап дүрсе қоя берді. Тергеушілердің тексеруіне сәйкеспеді. Кейін ол өзінің пышақсап өлтірген адамының бейуаз жаңадан ғана мектеп бітіріп келген, университет оқыған бір үйдің жалғыз ұлы екендігін, ал ол семьядағы адамдардың да жағдайының төмен екендігін, ол баланың шешесінің де жайма ашып жүріп осы баланы оқытқандығын, осы бір жағдайларды естіген кезде өз ұлы көз алдына келді. Соң жылап еңіреп тұрып, мен қанды қол қылмыскермін, мен оңбағанмын, маған енді өлім ғана керек. Менің ұлымды біреу сүйсе мен қалай болар едім? Сондықтан мен бәрін разымын, деді. Өзінің қылмысын тапсырды. Тергеушілерге сәйкесті тез арада мен өлім жазасына кесіңіздер. Қанға қан, мен қанды қол қылмыскермін, одан басқа менде шығар жол жоқ деп зар еңіреп жылаумен болды. Жаймашыл саудагер
Чынзоонун жалпы жагдайы жарыялангандан кийин энди торапта оған жанашырлык таныткандар кайта көбөйө баштады. Ол да бир криптаржан экен ғой. Бага ачылмаган адам экен ғой. Ол алдында жумуш істеген кезде ден соолугунан айрылды. Онун ден соолугун ким коргады? Онун семьясына ким көмөк берди? Сондуктан буга да жанашырлык танытайык деген адамдар чыкты. Энди торапта дереу мындай камкойлук кылмыскерди жогалтуу керек дейтиндер азая баштады. Дәл осы кезде Таужун адвокаттык сорунун адвокаты Уйгунжи ортага чыгып, жаймашы саудагер Чынзоого жактасып сөйлөдү. Бул жердеги нагыз кылмыскер, чынын айтуу керек, Чынзоонун өзү эмес, деди ол әлеуметтик желиде жазган жазбасында. Бул жердеги кылмыскер биздин когам. Сиз және биздин адилетсиздигибиз, биздин катыгездигибиз. Сондуктан мен эч кандай акы алмай, заңдык көмөк иретинде жаймашы саудагер Чынзоону актаймын. Оған заңдык көмөк беремин деп жарыялады. Арасында делонун тагы бир жагдайы кала башкаруу мекемесиндегилер жагынан жасырылып калды. Ал Чынзоо да оны айтпады. Асылы Чынзоо өзүнүн үч дөңгөлөктүү велосипедин кузап кала башкаруу мекемесине келген кезде ондагы кызметкерлердин кокандоокусуна ар намыстын таптауына учураган болатын. Олар күн астында Чынзоону бир сагат тургузуп койду. Онун үстүнө бетине шапалакпен жанып, уруп, теуп, мазак этти. Тагы да сени бул каладан кууп жиберемиз. Сен бир рет кезиксең бир рет сабайбыз. Сондуктан үч дөңгөлөктү арба эмес, өзүңдү коргап сактап ал акмак. Будан кийин калада тыныч жүр деп тийисти. Ал өзү өлтүргөн баланын жагдайын билген Чынзоо тезирээк өлүмдү талап эткендиктен бул жагдайды айтпаган болатын. Делонун жалпы жагдайы осы болатын. Бул делону текшерип, тергеп, соттоо судья Чынзоо жөнүнөн алганда үлкөн кыйын жумуш эмес эди. Жауапкердин кылмыш танып тапшыруу позициясы жакшы болгонымен, алайда жазаны жеңилдетүүгө болот дейтиндей эрекче эмгек көрсөтүү акыбалдары жок. Когамда бир бөлүм адамдар жауапкерди жеңил жазалоо керек деп талап койгонымен, ал кала башкаруу мекемесиндегилер жауапкерди ауыр жазалоо керек деп де талап коюп отур. Сондуктан делону тергөөчү жауаптуу судья болгон Чынзоо заң боюнча жумуш істеп, факт негизи заңды өлчөм эте отуруп, сот ашып, тергеп, текшерип, сот үстүндөгү айыптаушы мен актаушы жактын далил сыпаттарын, пикирлерин безбендеп салыштырып карап отуруп, заң боюнча кесим чыгарса, жаза кессе болду, маселе өздүгүнөн чечилер эди. Алайда осулай заңдык тартип боюнча иштелетін бир карапайым дело судья Чынзоо жөнүнөн алган кезде өтө үлкөн мұң және уайым болды. 20 жылдың алдында өзі істеген бір күнәнің дәл осы бір деломен қарым қатынасы бар. Дело туылған күннен бастап оның көңілі тыныш таппады. Жүрегіне күдік күмән уялады. Бейне бір жарылғалы тұрған бомбаның үстінде отырғандай күй кешті. Ал өзінде қанша білім, күш қуат, тергеушілік, судьялық құқық болғанымен, сол бомбаны жармауға, соның партылауының алдын алуға күш қуаты бар екеніне өзі сене алмады. Алғаш дело туыла қалып, қоғам қауіпсіздік тараулары тексеріп, қоғамда түрлі пікір дуылдап жатқан кезде Чынзоо судья ретінде қатты алаңдады. Дело ол кезде сотқа әлі келмеген болатын. Көңілі күпті болғандықтан ол осы бір дуылдақтан аулақ кетейінші деп ойлады. Бір орай тауып сыртқа бірнеше айлық үйренуге кетті. Қайтып келгеннен кейін дело туралы дуылдақтың, қоғамның пікірінің біршама басылғанын, әлеуметтік желіде жаңа тақырыптар болып жатқанын білді. Іштей көңілі әуелгі өрекпігені сәл басқандай болып тыныштала қалды. Мәселе осылай өтіп кетеді-ау деп ойлаған болатын. Алайда қоғам қауіпсіздік мекемесі барлауын ақырластырып, прокуратура мекемесі сотқа айыптап келген кезде мекеме басшылары енді оны, осы делоны тергейтін бас судья, жауапты судья етіп белгілейтінін ол ойламаған еді. Әрине мекеме басшылары оны әтеге қинайын деп істеген жоқ. Делоның реті, бөлу тәртібі осылай болды, алдына келді. Дело келгеннен кейін дело материалын алған судья Чынзоо қатты қиналды, азаптанды. Басшыларды іздеп барып әңгімелеспекте болды. Бұл делоны басқа біреуге
жөткеу керек деген пікір айтқысы келді. Себебі біреу ғана. Өзімен аты да фамилиясы да ұқсас бір қылмыскерді, адам өлтірген қылмыскерді соттау бір судья жөнінен алғанда біртүрлі ыңғайсыздық екен дегенді айтпақ болды. Ол сот мекемесіне келіп судья болып қызмет істегеннен бері қандай бір ірі ауыр делоларды да ауырсынбай үнемі әділдікті жақтап, қара қылды қақ жарып дұрыс жұмыс істеп келе жатқандықтан мекеме басшылары бар, бөлім басшылары бар, оның қызметін тұрақтандыратын, оны үздік сапалы жұмыс істейді деп сенетін еді. Осы күнге дейін бірде-бір қиын ауыр делодан қашып көрген жоқ болатын. Ауыртпалықтан қашпайтын, дело таңдамайтын. Сонда тұңғыш рет бір ұсыныс айтса, мекеме басшылары жоқ демейтін шығар деп ойлады іштей. Иә, университет оқып бітіргеннен кейін заң кәсібін талдап, содан магистрлік оқыды. Жұңғыдағы ең әйгілі университеттің заң кәсібінің магистрлігін оқыды. Оны үздік нәтижемен тәмамдап, мемлекеттік біртұтас емтиханнан осы қаланың бір районының сот мекемесіне қабылданып, енді судья болып жұмыс істеп келе жатыр. Ол өзін толымды жақсы судьямын деп білетін. Ендеше дәл осы істе бір рет өзін қорғау үшін мекеме басшыларына, бөлім басшыларына пікір айтуына болатын шығар. Ол қолына телефон алып, басшылыққа бетпе-бет кезігіп сөйлесуді ойлады. Сондықтан оның уақыты бар ма жоқ па, сұрап көрейін, кеңсесінде бар ма жоқ па деп телефон жалғайын деп отырды да, есіне нағашы ағасы түсті. Нағашы ағасына хабарласып көргенім дұрыс па екен деп ойлады. Сонымен бірге 20 жылдан бері ойынан бір кетпейтін, көргісі келетін, кезіккісі келетін, алайда кезігуден қорқатын, мынау бүгінгі қылмыскер болып отырған жаймашшы саудагер Чинзооны ойлады. Кезігіп көрсем бе екен, қазір қандай болды екен, қаншалық өзгерді екен деп ойлады. Осы жерде ол жаймашшы саудагер Чинзооның тағдыры егер өзі судья болса өз қолында болуы мүмкін ғой дегенді ойлады. Өзі бас судья болып тергейтін болса, бәлкім Чинзооға мерзімсіз қамақ жазасы немесе өлім жазасын кешіктіру жазасын беруі мүмкін. Өйткені бұл делоға екі жазаның қайсысын берсе де қате болмайды. Делоның характерінде ауырлық жоқ. Алайда егер басқа бір судья тергейтін болса, ол бәлкім қатаң жаза, өлім жазасын кесуі мүмкін. Сонда өз қолында дело тұрса, бір кездегі 20 жыл бойы көргісі келетін, кезігуден қорқатын, әрі азап, әрі ойынан кетпейтін бір адам болған Чинзооға жақсылық істеп қалар еді. Өлімнен аман алып қалар еді. Алайда бұл делоны егер өзі сот ашып қарайтын болса, судьяның аты да Чинзоо, қылмыскердің аты да Чинзоо, ұқсас ат, бір ауданның адамы, бір орта мектепте оқыған деген осы бір жағдайларды ақпарат құралдар, әлгі ненің бәрінің түп-тұқияны тексергіш тораптағы жұлдыздар соңына түсіп жырақ алып қарайтын болса, онда көкірегіне чемен боп байланған, қанша жылдан бергі жанын азаптаған сол бір іс ашыққа шығып қалар ма еді? Онда есіне оралып отырған нағашы ағасына қанша қиындық туылар еді? Осылардың бәрін ойлады да ол басшыға кезігу, басшыға сөйлесу ойынан қайтты. Чинзооның тағдыры қолымда, сабырлықпен ойлайын деп ойлады. Үлкен ішке кезіккенде сабырлы бол деген қабырғадағы жазылған сөзге қарады. Бұл сөзді нағашы ағасы үнемі айтатын. Сондықтан Чинзоо осы сөзді Хусни хатшыға жаздырып, өзінің кеңсесіне де іліп қойған болатын. Сабырлы болу керек. Ол темекі алып шығып тұтатып, шеге бастады. Ол қазір мекемедегі ең әйгілі темекішілердің бірі. Оның темекі шегу тарихы 20 жылға ұласқан. Университеттің табалдырығын аттаған күннен бастап темекі шегуді бастады. Ол темекісін шеге тұрып, терезенің көшеге қараған кеңсесінің терезесінің алдына келді. Сыртқа қарап тұрды. Көшеде сабылысқан адамдар. Мына сабылысқан адамдардың ішінде қаншама жаймашы саудагер Чинзоо, халық жұмыскері Чинзоо, диқан Чинзоолар шапқылап жүр екен деші деп ойлады. Олар біреуі құрылыста, біреуі зауытта, біреуі көшеде ақ тер қара тер болып жұмыс істеп нәпақасын тауып жүр. Ал бұл судья Чинзоо болса, мынау салтанатты кең кабинетте ауа теңшегіштің салқын жерінде рақаттанып отырып, темекісін шегіп, жайланып сыртқа көз тастап тұр. Бейне аспандағы періштелердің, жердегі күнәкар, азап шеккен пенделердің тынымсыз тіршілігін бақылап, әлгілерге жымия қарап тұрғанындай.
Судья Чынзоның көкірегінде тағы да бір тынымсыз ауыр толқын пайда болды. Иә, ол да диқанның баласы болатын. 20 жылдың алдындағы жоғары мектептің шақыртуы оны университетке түсірген болмаса, соңынан ол магистрлық оқыған болмаса, ол дәл қазір көшедегі анау қаптап жүрген қалың Чынзолардың қатарында аптапқа күйіп, жан үшін, тірлік үшін тырбынып, шапқылап жүрер еді. Оның өмірін өзгерткен жоғары мектеп шақыртуы, университетке түсу. Мәселе осылай қарапайым ғана болса, онда жеңіл еді ғой. Чынзо бар болғаны мынау болып жатқан жағдайларға күрсініспен қарап қойып, анау төмендегі пенделердің жағдайына түсіністікпен қарай отырып, өзінің делосын қарап, сотын ашып, соңында кесім шығара салар еді. Алайда бұл мәселенің арғы жағында оның жанын азаптайтын көп іс бар. Ал оның кетігі ауылдағы нағашы ағасында. Сондықтан нағашы ағасы есіне түсті. Чынзо оның осы жасқа дейінгі өмірінде оған бір адам әсер етті десе, ол осы нағашы ағасы еді. Чынзо нағашы ағасына алғыс айтып үнемі: мені әке шешем бұл дүниеге жарық әлемге әкелгенімен мені өсірген, мені дұрыс өмір жолына салған сізсіз, сіз әке шешемнен де ардақтысыз деп айтатын еді. Сондықтан қазір істі сабырлықпен істеу керек, нағашы ағасында ойлау керек, ендеше қайтпек керек. Чынзо арт-артынан бір қанша тал темекіні шегіп жіберді. Жарайды онда, бүгінгі әңгіме осы жерге дейін. Жалғасын ертең тыңдайтын боласыздар. Ертең кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.